қиял ғажайып ертегі құрым сары айғыр мен сыншыл шолақ қасқыр. Бұрында бір бай болған екен. Ол байдың жылқысына сан жетпейді. Ұшан теңіз көп болыпты. Осы жылқының басы бір айғыр екен. Байдың барлық жылқысы бір төбеде, осы айғыры өзгеше бір төбе екен. Мұны құрым сары айғыр деп атайды екен. Мұның үйірін еш уақытта жылқышы бақпайды. Құрым сары айғыр өзі бағып, иіріп, қайырып, өргізіп, тұрғызып жүрер екен. Құрым сары айғырдың үйірін ұры алып, я жұттан өліп көрмепті. Құрым сары айғыр тұлпар екен. Бұдан туған құлыны да тұлпар болады екен. Құрым сары айғыр өмірінде қасқырға жылқы алғызбапты. Құрым сары айғырдың баласы бәрі де тұлпар болып туады екен. Мұны бір сыншыл шолақ қасқыр біліп, ылғи осы құрым сары айғырдың құлынын өсірмей, желіде тұрғанда жеп кететін болыпты. Тіпті құрым сары айғырдың ұрығы дарыған бие байталға да өш болыпты. Ит жүйрігін бөрі сүймейді деген. Құрым сары айғырдан тұлпар туып, жүйрік көбейсе, қасқырға жайсыз тиетінін сыншыл шолақ қасқыр ертеден білген. Бұл қасқырдың сырттаны екен. Сыншыл шолақ қасқырдың өшіккенін біліп, құрым сары айғыр оған жылқы алғызбай жүріпті. Шолақ қасқыр қанша торуылдап шапса да, жануар құрым сары айғыр кеуделесіп жылқыға дарытпапты. Құрым сары айғыр осылай сыншыл шолақ қасқырға жылқы бермей жүре беріпті. Бір замандарда құрым сары айғырдың балаларының алды құнан, дөнен, беске шығар болды. Мұны көргенде сыншыл шолақ қасқыр өзіне ажал оғы жеткендей көрінді. Жейін десе құрым сары айғыр алғызбайды. Құрым сары айғыр өлсе, басқасын жеу оңай көрінді. Құрым сары айғырдың өзіне сыншыл шолақ қасқыр талай рет жейін деп шапса да ала алмай жүрді. Жекпе-жекке түгіл жылқы да бермейді. Бір жылдары қыс өте қатты болды. Мұндайда қасқырдың құтырып кететіні қандай? Жерік айы туған соң құтырынып қасқыр атаулы малға жерейді. Шолақ қасқырдың көзінен от үзіліп, үнемі аңсағаны құрым сары айғыр болды. Оны жемей жерігін баспайтындай көрінді. Бір қатты бұрында сыншыл шолақ қасқыр ұлып, көп қасқырды қасына жинап алып, құрым сары айғырдың үйіне келіп тиіседі. Құрым сары айғыр жалғыз өзі көп қасқырға жылқы бермеуге көп уақыт тартысады. Ақырында қоймайтын болған соң жануар өзі қашады. Не керек? Сол сияқты тұлпарды көп қасқыр мұзға қамап жарып өлтіреді. Бұл солай жата тұрсын. Енді басқа жағына келейік. Құрым сары айғырдың қайыруымен ғана тұрған жылқы оның үстіне қасқырдан үркіп, желігіп, дүркіреп шауып жөнеледі. Ертеңінде іздеп келсе, жылқы жоқ, ығып кеткен екен. Бір жерде құрым сары айғырдың өлімтігін тауып алады. Байға хабарда барып қалды. Құрым сары айғырды жоқтап бай жатып алды. Ойнап күлмеді. Сонда бір сыншы айтты дейді. Құрым сары айғыр тұлпар еді, одан туған құлын да тұлпар еді. Соны біліп, құрым сары айғырды жеген сыншыл шолақ қасқыр. Егер шолақ қасқыр өлмесе, ол сенің жылқыңның тұқымын құртады дейді. Мұны естіген соң бай құрым сары айғырдың баласынан 4 атты баптап қатырып жаратады. Аттар әбден бабына келген соң қасқырды іздеп шығып, бір жерден көп қасқырдың ізін табады. Ізге түсіп қуа-қуа кетіп бара жатқан қасқырлардың үстінен шығады. Ішінде сыншыл шолақ қасқыр да бар екен. Бұл да қуа береді. Бір мезгілде сыншыл шолақ қасқыр бұрылып артына қарайды. Қараса, бір ат оқшау алдында келе жатыр екен. Шолақ қасқыр қасындағыларға білдіреді. Бұл аттың арты аласа, алды жоғар екен. Өрге қарай шабайық дейді. Шолақ қасқыр бастап бұлар өрге қарай шабады. Әрі бері жүрген соң алды жоғары ат өрге шаба алмай қалып қояды. Мұның алдына екінші бір ат шығады. Мұны да сыншыл шолақ қасқыр көріп, бұл аттың арты биік, алды аласа екен, ойға қарай шабайық деп төмен қарай шабады. Алды аласа ат ылдиға қарай шаба алмай, бұл да қалып қояды. Мұның алдына үшінші бір ат шығады.
сыншыл шолақ қасқыр мұны да қарап, бұл аттың көзі шағыр екен деп күннің астына қарай шабады. Күннің астына қарай шапқан соң көзі күнге шағылып, бұл атта шаба алмай қалып қояды. Мұның алдына ең ақырғы 4-ші ат шығады. Шолақ қасқыр қарап, бұл аттың 12 мүшесінде бір мін жоқ екен дейді. Жүйрік ат бір алса аяғынан қалады деп неше түрлі тау тасқа салып жорта береді. Ақырында осы атпен сыншыл шолақ қасқырды қуып жетіп ұрып алады. Сөйтіп, Құрымсары айғырды жеген шолақ қасқырды өлтіріп, дұшпанын мұқатып, мұратына жетеді. Сөйтіп ол жылқысына тиетін шолақ қасқырдан құтылған екен дейді.